5 жылға бас бостандығынан айырылдым. Отбасымда өзім бірім, жалғыз балам. Ата-анам ауыртпашылық салып, білмейсің, кімнің не айтатынын, қандай жолда болуы мүмкін. Сондықтан да өзім қайтып қалдым сол жерден. Мен терезені сипаттау және діни ауызық қуып жүру, сондай стадиямен осында келдім. Мұнда келгенмен 1 ай болды. 11 сынып бітіргем, жасым 17-те. Мынандай оқиға болған бір рет. Бейтаныс бір әйел адам жазатын маған. Танысайық осылай деп. Мен намазханмын деп. Содан кейін ол қыз айтатын маған, ағаммен кездесу керексің деп. Содан ағасымен кездестім. Білген жоқпын қандай кісі екенін. Маған кафеге апарып осылай сөйтіп видеоларын қалай айтсам, парақшасын маған телеграмдағы ссылкасын берді, осыдан қара деп. Сөйтіп жүргенде бір сол кісі группаға тап болдым ба. Группаның ішінде адамдармен араластым. Адамдар маған күнделікті насихат жүргізіп отырады. Солай олармен араласып жүрдім. Олар қазақстандық, және де Қазақстан емес, өзге де мемлекеттерден болатын, шетелдік мемлекеттерден. Олармен араласып жүрдім. Сөйтіп нашид, Құран және де сондай өздерінің идеологияларын насихаттайтын видеороликтерді мен әлеуметтік желіге өзім белгілейтінмін жиі. Сондықтан да мен оны өзім әлеуметтік желіге белгілейтінмін. Шындығында білмедім өзім ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін. Бірінші солай бастады, күнделікті, күн сайын әртүрлі бір насихаттар жүргізіп отыратын. Ештеңе білмейтінден олар әдейі ештеңе түсінбейді әлі. Жасөспірім, сондай жас балаларға вербовка істейтін олар. Сөйтіп, олар мені таңдаған, және де жас, әлі де піспеген дұрыс ой қабілеті. Переходный возрастта деген сияқты. Еще мен сондай өз-өзімді таба алмай жүрген кездерімде, немен айналысарымды білмей, ойланып, қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін білмей жүргенде, сондай вербовщиктердің несіне тап болдым жалпы өзім. Намаз оқымайтындар кәпірлер, намаз оқымайтындармен араласуға болмайды. 24-те 7 олармен біздер әлеуметтік желімен сөйлесіп отыратын едік. Көбі өз қаламда болды, кейбіреулері басқа шетел мемлекеттермен олармен сөйлесіп отыратын едік. Және де мен оларға өзімнің не істеп жүргенімді, немен айналысатынымды барлығын айтатын едім. Өйткені ойладым, дұрыс адамдар менің достарым сияқты олар деп. Солай ойладым, бұлар маған жақсылық ойлайды, жақсы болғанымды қалайды. Сол себептен өзіме бір шектеу қойғандай болдым. Олармен араласып жүргенде бір түсінгенім, мен олармен араласып жүргенде және араласпай жүргенде салыстырғанда өмірім тіпті бір ақ-қара, тек қана қараңғы болып кетті өмірім. Өйткені олар вербовщиктер адамды, психологтар сияқты ғой, адамды сендіріп сондай адамға жағымды ететін еді. Сондықтан да өзім солай достарыммен де қарым-қатынас жақсы болды. Себебі олар қатты насихаттаған соншалық, тіпті дос балаларымнан да, өзімнің жүріп жүрген қызымнан да алшақтады. Жалпы өзім жалғыз өзім қалып қойдым. Емес екенін білгенде, ондай ата-анама ауыртпашылық салатынын білгенде, ондай қиын жағдайға түсетінімді білгенде, өзімнің болашағыма былай балта жаппайды. Ол мен өмір тоқтап қалған жоқ. Әлі де шыққаннан кейін мен ата-анамды, ең бірінші ата-анамды разы қылғым келеді. Өйткені бұндай ауыртпашылыққа салғаныма қатты өкінемін.